Баршаңызға сәлем. Біз қазір қазақ тілі пәні бойынша сүйіспеншілік пен достық тарауын өтіп жатырмыз. Соның арасындағы ұлы адамдардың достығы тақырыбымен таныстық. Ұлы адамдардың достығы тақырыбы бойынша сіздермен қысқаша бөліскім келіп отыр. Сіздер ұлы адамдардың достығы жайлы не түсінесіздер, қалай ойлайсыздар? Олардың достығы нағыз достық, алыптардың достығы деп те айтсақ болады. Қиын шақта бір-біріне сүйеу, ортақ іске қолдаушы болған жандар. Олардың қызығушылығы мен шығармашылығы да өмірлік көзқарасы мен істеген істері де бір. Осындай адамдардың достығына қарап, нағыз достық қандай болу керек дегенде жауап табамыз. Әрі қандай адамдар бір-бірімен дос бола алады? Достықтың заңы қандай екен, оны да түсінеміз. Соның арасында қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек хандардың достығы білдей бір мемлекеттің іргесін қалаған ұлы достықтың бірі. Екеуі ағайынды аталас туыс болса да, алдыңғы орында ара ағайындығы емес, достығы бірінші тұрған. Керей сұлтан Жәнібекті өзбек ханы Әбілқайыр қарақшыларынан құтқарып, ажалдан алып қалған екен. Кейін екеуі тізе қосып бас біріктіріп, Әбілқайыр ханнан азат шығып, қалың елім қамы үшін бөлек орда, бөлек мемлекет құрады. Жетісу бойында қазақ хандығының туын тіккенде екеуі билікке таласып, бірінің жолын бірі кескен емес. Жәнібек ағалық танытып Керейге жол береді. Жәнібек Керей хан дүние салғаннан кейін барып хан тағына отырған. Ұлы достық деп тағы да Кенесары хан мен Ағыбай батырдың достығын алсақ та болады. Қазақтың соңғы ханы Кенесары елдің басын біріктіру жолында көптеген тұлғалармен жақсы байланыста, ізгі достықта болған. Солардың арасында Ағыбай батыр мен достығы ерекше болған деседі. Мәселен, Көкбай ақынның Абылай атты кітабында Абылайлап отайлаған Кеңес сұлтан мен Ақжол деген ұрандатқан Ағыбай батырдың достығы жекпе-жектен басталғаны айтылған. Көкшетау өңірінде болған тойда батырлар сайысына шығып, 2 күн жауырыны жер искемеген Кенесарыны дәл осы Ағыбай батыр қағып түсірген екен. Содан Кенесарының әкесі Қасым хан бейтаныс жас жігіттен жөн сұрап, Кенесарыға серік болатын нағыз батыр екенсің, деп батасын берген екен. Осыдан басталған достық үлкен мұратқа ұласып, бірі арқада, бірі бетпақдалада отаршылдық жүйеге қарсы көтеріліспен қол бастайды. Кенесары хан боп ақ киізге көтерілген кезде Ағыбай батырды әскерінің бас қолбасшысы етіп тағайындады. Дос-жарандардың мінезі әртүрлі болады. Біріншісі қызбаландық немесе шабандық. Ал екіншісі ол тұйықтық, жігерсіздік. Бұның бәрі достыққа әсер ете алмайды. Керісінше, нағыз дос осындай жаман қасиеттен арылуға көмектеседі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.